Қайырлы күн достар, менің аты жөнім Әсем Бұхай, мен бала тәрбиесі жөніндегі маманмын. Мен ылғи айтамын, не бала тәрбиелемес бұрын өзіңді тәрбиеле деп. Бүгін сол армандар туралы айтайын деп тұрмын. Біздің алдынан бері айтып жүрмін, екі ми бөлшегіміз бар. Оң жақ ми және сол жақ ми. Оң жақ миымыз шығармашылыққа жауап береді, сол жақ миымыз күнделікті логика, есептеу, күнделікті тіршілікке жауап береді екен. Біз мына оң жақ қолмен жазғаннан кейін біздің жәнегі сол жақ миымыз дамып, біздің күнделікті іс әрекет ойлайсыздар, күнде бір іс әрекет орындалып жатқан сияқты. Өйткені біз оң қолмен жазамыз, оң қолмен жұмыс жасаймыз, сол қолды дұрыс іске асырмай қояды екенбіз. Сонда екі мидың арасында байланыс болмайды да, бізде оң жақ миымыздың дамуы қалып қояды екен. Біз мына екі қолмен жұмыс жасасақ, бір екі мидың арасында байланыс орнайды да, бір жаңадан бір өмірге деген күш қуатыңыз артқан сияқты болып жатады. Мысалы, сол қолмен картоп аршы, сол қолмен бір нәрсе жаса деген кезде, біз сол қолмен бұрын жасамаған оңақай адамдар бір ерекше жаңа өзгеріс кірген сияқты болады. Ол неге? Өйткені бізде бала күнімізде қызылды жасылды нәрселерге әуес боламыз да, баланың арманы шексіз болады. Өсе келе біз сол арманды тоқтатады екенбіз. Армандауды тоқтатамыз. Содан келе қиялдың бәрін тоқтатқаннан кейін біздің оң жақ миымыз дұрыс жұмыс жасамай бастайды екен. Өйткені біз ручканы оң қолмен жасаймыз, сол жақ миымыз өте дамып кетеді екен. Міне біз екі мидың арасында қалай байланыс жасаймыз? Алдынан бері айтып жүрмін, екі қолмен сурет салу, екі қолмен жұмыс жасау, оң қолмен нан турап жазба, сол қолмен турап, сол қолмен жұмыс жасасаңыз, кішкене миыңызда бір серпіліс пайда болады. Оны барлығы айтып жүр. Кішкене өзгеріс кіргізуіңіз керек. Бір күнді, бір сарынды өмірден жалықтыңыз ба, өзгеше өмірді қаласаңыз, бастамасы кішкене сезесіз. Егер де бұрын кітап оқып көрмеген болсаңыз, кітап оқып, жай тұратын болсаңыз, ерте тұруға тырысып, сол күннің рызық несібесін алып қалуға тырысыңыз. Күнделікті өміріңізге өзіңіз ерекше мән енгізіңіз. Оңақай болсаңыз солмен, солақай болсаңыз оң жақпен жұмыс жасауға, бұрын жасамаған нәрсені жасауға тырысыңыз. Және де үйіңізді бұрын жинауға ерінетін болсаңыз, Алла үшін жасап, бүгіннен бастап ерекше ерте тұрып, бәрін жұмыс жасап, күнде істемеген шаруаңызды істесеңіз, миыңызда бір серпіліс пайда болады. Бір сарынды өмірден жалықсаңыз, осы сол қолмен жұмыс жасауды әдетке айналдырыңыз. Екі қолмен сурет салып, екі қолмен бірге бір мезетте жұмыс жасатып, сонда адамның ойында есте сақтау қабілеті жақсарып, кішкене өмірде миында бір серпіліс пайда бола бастайды. Енді біз армандауды да қойғанбыз. Адам негіз өмірге келгеннен кейін оның арман мақсатын орындалу үшін Алла тағала бізге барлық мүмкіндікті беріп қойған екен. Адамды ерекше жаратылыспен жаратқан екен. Біздің қолымыздан келеді. Бір нәрсені ойладық па, өйткені бізге соны орындау үшін әртүрлі қабілеттерді беріп қойған. Біз көреміз, естиміз және иіс сеземіз. Басқа нелер сияқты бізде жан-жануарлардан ерекшелігіміз, басқа жан-жануарлардың ерекшелігіміз, бізде сана бар, сана. Біз санамызды басқара аламыз, бізде мүмкіндік бар. Сол үшін біз өзіміздің ерекше Алланың бір туындысы ретінде өзімізді қабылдап, қолымыздан бәрі келетін. Мысалы, қазақта бір ерекше сөз бар ғой, адам істегенді адам істейді деген. Сол қағидамен қолыңызға алған арман мақсатыңызды жүзеге асырасыз. Ол үшін адамда өзіне деген сенімділік пен бір өмірге деген бір құлшыныс, өзгеруге деген құлшыныс болмағанда Алла бізді өзгертпейді екен. Сондықтан әркімнің өзінің өзгерем десе де, арман мақсатына жетем десе де, жететіні сол екен. Ол үшін біз жазған нәрсеміз тез орындалады деп жатырмыз. Арман мақсатыңызды суретімен қосып біліп қойсаңыз үйіңізде, ол ерекше тез орындалады. Өйткені бізде түйсік бұйрық береді, қожайын бізге
не беріп жатыр, бұйрық беріп жатыр деп міндетті түрде орындалатын болады. Егер де менің ақпаратым ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп лайк басып қойыңыз. Рахмет.